Сәлем, менің атым Әсел, және осы сабақта біз future simple өтеміз. Future simple деген қазақша келер шақ, яғни болашақта, келер шақта болатын бір іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, айтайық, мен болашақта дәрігер боламын. I will be a doctor in the future. Немесе I'm going to be a doctor in the future. Байқағаныңыздай, мен бұл бірінші сөйлемде will be деп айттым, ал екінші сөйлемде мен going to be деп айттым. Демек, егер сіз бір етістікті келер шаққа қойғыңыз келсе, ағылшын тілінде екі жол бар екен. Біріншісі ол will көмекші етістік арқылы, ал екіншісі ол going to көмекші етістік арқылы. Ең алдымен осылардың айырмашылығын білу үшін біз әрқайсысына тоқталып өтейік. Окей, will plus verb. Will plus verb деген ол will қосылған етістік. Жалпы will қосылған етістікті қай кезде қолданамыз? Ең бірінші ол кенет спонтандық әрекет. Спонтандық әрекет деген мысалы қараңыздар. Сіз үйде отырған кезде есікті біреу тоқылдатады. Сосын үйдегілерге айтасыз, мен өзім ашам деп. Мен ашамын, яғни сіз қазір ашып жатқан жоқсыз, немесе бұрында ашқан жоқсыз, ал ашасыз болашақта. Демек, мен ашамын дегенде сіз I will open деп айтасыз. I will open the door. Мен есікті ашамын. Немесе мен өзім барамын. I will go. Демек, бұл жерде біз бірден ойланбастан жауап берген кезде, кенет жауап берген кезде, яғни кенет әрекет болған кезде, біз will қосылған етістікті қолданамыз. Келесі екіншісі, ол ұсыныс уәде. Яғни сіз біреуге ұсыныс берсеңіз, немесе біреу сізге ұсыныс берсе, біреуге уәде берсеңіз, сол кезде біз will қосылған етістік структурасын қолданамыз. Мысалы, ең көп кездесетін ұсыныстар осы жазда әсіресе маған тұрмысқа шығасың ба, ол ағылшынша will you marry me? Will you marry me? Сосын she said yes деп, сол секілді will you marry me деген бұл жерде ұсыныс болып тұр. Сол үшін біз will қосылған verbті қолданып тұрмыз. Немесе уәде беру. I will promise to love you. Promise деген бұл уәде беру. Мен саған уәде беремін. Жақсы көруге, I will plus promise. Дәл осы сияқты өтініш, шақыру жасаған кезде, сосын дәлел жоқ деп қойған. Дәлел жоқ деген сөз, мысал қараңыз. Сіз болашақта Кореяға барғыңыз келеді. Әрине оңтүстік Кореяға, бірақ сізде әлі баратын бір дәлел жоқ, яғни сіз билет алған жоқсыз, қолыңызда билет жоқ, немесе дұрыс әлі жоспарлаған жоқсыз, немесе айтайық грантқа түскен жоқсыз әлі Кореяға, бірақ ол болашақта болатын нәрсе. Сол кезде сіз I will go to Korea in the future. Мысалы, мен Кореяға барамын. I will see all K-pop stars. Бүкіл K-pop'тың жұлдыздарын көремін. Сол кезде I will go, I will see деп айтасыз. Бұған сізде әлі дәлел жоқ, әлі билет, онда ешнәрсе алмағансыз, әлі дұрыстап жоспарламағансыз, бірақ болашақта істегіңіз келеді. Окей, енді going to қосылған verb, немесе going to қосылған етістік, Жалпы көбісі future simple дегенде, келер шақ дегенде ағылшынша бірден will-ді есіне түсіреді. Бірақ going to-ді көбісі ұмытып кетеді. Негізінде осы ауызекіде ағылшындарда көбінесе осы going to-ді қолданады. Gonna деп айтады, немесе қысқаша. Бірақ gonna деп біз ауызекіде айтамыз, бірақ жазған кезде онша көп қолданбаймыз. Көбінесе going to. Мысалы, I'm going to go somewhere. I'm going to meet with my friend. I'm going to do some work. Бірақ осыны да сіз қысқаша айтсаңыз болады. Мысалы, I'm gonna meet, I'm gonna do, I'm gonna see деген секілді. Енді жалпы going to қосылған етістік қай кезде қолданады екен? Біріншісі ол жоспарланған әрекет, екіншісі ниет және үшіншісі дәлел бар. Ол не деген сөз? Мысалы, сіз болашақта бір іс әрекетті бір ниетпен жасағыңыз келсе, сол кезде біз going to-ды қолданамыз. Мысалы, John is going to marry to Juliet. John Джулиетке үйленейін деп жатыр, болашақта үйленейін деп жатыр. Оның бір ниеті бар, және ол болу ықтималы көбірек. Демек, жоспарланған әрекет, демек дәлелі бар. Жоспарланған әрекет деген, жаңағы мысалы айтайық, сіз Кореяға барғыңыз келеді, болашақта сіз бәрін жоспарлайсыз, ақша жинайсыз, жазда барайын деп жатсыз, күнде мысалы жұмыстан кейін ақшаңызды жинап жүресіз. Демек, сіз жоспарладыңыз, немесе сіз айтайық грантқа түстіңіз, сізде дәлел бар қолда, сіз Кореяға барайын деп жатсыз. Сол кезде сіз сенімді түрде айта аласыз, I'm going to go to Korea. Яғни сіз бару ықтималы көбірек. Сол кезде біз going to-ді қолданамыз. Енді тағы түсінікті болу үшін бір мысалды
талдап шығайық. Ең бірінші сөйлем ол I will go to the party tomorrow. Мен ертең той жиынға барамын. Және екінші I'm going to go to party tomorrow. Мен ертең той жиынға барамын. Бұл жерде қараңыз. Will бірінші жағдайда сіз айтайық досыңыз сұрайды. Ертең сен барасың ба? Сол той жиынға party, я? Сіз айтасыз, я, барам. Бірден ойланбастан айтасыз, бірақ мүмкін бармауыңыз да мүмкін. Яғни 100% сенімді емессіз, бір зат шығып қалуы мүмкін, я, ертесің күні. Ал I'm going to the party деген ол мысалы айтайық, сіздің бір досыңыз айтады, ертең кездесейік дейді. Сосын жоқ, кешір, мен кездесе алмаймын. Себебі мен ертең той жиынға барамын. Ол жоспарланып қойған іс, сіз басқа достарыңызбен келістіңіз, барам деп нақты айттыңыз, сол кезде айтасыз. Енді әр көмекші етістікке тоқталып өтейік. Бірінші will-дан бастайық. Мысалы қараңыз, мына жерде Эми деген қыз туралы ең бірінші сөйлемде бұл жерде не деп тұр екен? It is 10 o'clock now, Amy is at work. Қазір сағат 10, Эми жұмыста. Демек бұл қазір нәрсе. Бұны біз present simple деп айтамыз, е? Бұны өткенбіз. Енді келесі сөйлем. At 10 o'clock yesterday, Amy was at work. Кеше сағат 10-да Эми жұмыста болған. Бұл бізде уже past simple, яғни to be in the past, yeah? Was where. Енді үшінші сөйлем. At 10 o'clock tomorrow, Amy will be at work. Ертең сағат 10-да, демек Эми жұмыста болады. Бұл деген сөз болашақта болатын бір іс әрекет, яғни future simple will be. Бұл жерде to be in the future болып тұр, yeah? Окей. Енді демек will деген көмекші етістікті сіз сөйлемде қолданатын болсаңыз, оның структурасы қандай екен? Бірінші subject, яғни бұл бізде есімдік және зат есім. Кім не деген сұраққа жауап береді? Келесі will және келесі verb. Окей. Verb бұл жерде V1, етістік бірінші негізгі формасы. Сосын біз future simple'ды қолданған кезде сөйлемде осындай сөздер кездесу мүмкін. Tomorrow, ертең деген сөз. Next week, келесі апта, next month, next year деген секілді. Бұның бәрі сізге бұл келер шақтағы етістік екенін, келер шақтағы сөйлем екенін білдіреді. Осындай сөздер кездескен кезде. Және тағы айтатын нәрсе, жалпы осы future simple-дың көмекші етістіктері ол will мен shall. Бірақ shall дегенді көбінесе қолданбаймыз. Өйткені ол бұрында қолданған, бірақ қазір онша қолданбайды адамдар. Бірақ егер сіз қолданатын болсаңыз, тек қана I және we деген есімдікпен қолдана аласыз. Мысалы, I will деген орнына I shall десеңіз болады, немесе we will орнына we shall деп. Бірақ мен өзім көбінесе will-ды қолданамын, сол үшін сізге де will-ды қолдануға кеңес беремін. Окей. Енді осы will көмекші етістігін сөйлемдегі рөлін қарап шығайық, болымды, болымсыз және сұрау сөйлемде қалай қолданатынымызды. Окей, ең бірінші subject келеді дедік. Are you with the he she, және бұл жерде бізде he she'ға бөлек бір көмекші етістік жоқ, я? Will-ды бәріне қолданамыз. Сосын қысқартқан кезде біз will-ды апостроф 2l жазамыз. Сол кезде мысалы I will деген қысқаша I'll болып кетеді. I'll. Немесе you will, you'll, we will, they will, they'll деген секілді. Содан кейін бізде етістік келеді. Етістіктің бірінші формасы. Мысалы be, come, meet. Енді екі мысалды оқып шығайық. Ең бірінші I'll be at home this evening. Бүгін кешке мен үйде боламын. Бұл жерде I'll be деп тұр, I will be деген сөз. Келесі she won't meet him tomorrow. Ол ертең онымен кездеспейді. Бұл жерде she won't, яғни will қосылған not, бізде ол болымсыз сөйлем. Қысқаша бірге оқыған кезде will not дегенде won't деп айтсаңыз болады. Айтылуына мән беріңіз. Will not, won't. Окей, енді сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемде бізде will subject'ің алдында келеді. Will, содан кейін are you with the he she it, содан кейін етістік. Мысалы, will you marry me? Сен маған тұрмысқа шығасың ба? Yes, I will. Yeah. No, I won't. Немесе no, I will not. Бірақ қысқаша жазған дұрыс болады. Келесі, will you come tomorrow? Ертең келесің бе? Yes, I will. Келемін. No, I won't. Жоқ, келмеймін. Окей. Will көмекші етістігімен бәрі түсінікті болды деген ойдамын. Енді going to көмекші етістігін қарап шығайық. Going to етістігі сөйлемде қалай кездеседі екен? Бірінші subject, содан кейін to be, содан кейін going to, содан кейін verb. Яғни
есімдік немесе зат есім, содан кейін to be. Көбісі осы to be-ді ұмытып кетеді. Сосын айтқан кезде мысалы I going to go деп айтады, немесе I going to swim деген секілді. Осы am-ды немесе is, are-ды ұмытып кетеді. Сол үшін міндетті түрде естеріңізде болсын. Subject-тан кейін бізде to be келеді. To be-дің үш формасы am, is, are. Содан кейін going to, содан кейін етістік. Мысалы, I'm going to go to the cinema on Saturday. Мен суббота күні кинотеатрға барамын. Бұл жерде көрдіңіз бе? Бірден жоспарланып қойған әрекет екен білініп тұр, иә? Суббота күні демек белгілі бір уақытты бәрін таңдаған және жоспарланған болғаннан кейін ол шынымен сенімді түрде барады. I'm going to go to the cinema on Saturday. Бұл жерде I am дегенді біз қысқартып I'm дедік, сосын going to, содан кейін go деген етістік болып тұр, иә? Бару. To the cinema. Бұл жерде кинотеатрға деген сөз. On Saturday деген бұл уақыт, иә? Енді қараңыздар, осы сөйлемді ауызекіде біз қысқаша былай айтсақ болады. I'm gonna going дегенде I'm gonna go to the cinema on Saturday. I'm gonna go to the cinema on Saturday. Окей, енді сөйлемде қалай қолданатын қарап шығайық. Болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемде. Бұл жерде біз to be-ді қолданғаннан кейін әрине әрқайсына әртүрлі қолданамыз, иә? Есімдіктерге мысалы I кездесетін болса, ол кезде am, you with they мен are және he she it пен is. Сіз бұны to be сабағынан білесіз. Содан кейін going to, содан кейін verb. Болымсыз сөйлемде to be-дан кейін жай ғана not-ты қоямыз. Және сөйлеген кезде немесе жазған кезде сөйлемде қысқартуды ұмытпаңыздар. I am not going емес, I'm not going немесе he is not going емес, he isn't going, we aren't going to go деп, иә? Окей, сосын келесі ең маңызды ережелердің бірі ол going-нан кейін to-ды ұмытпау. Going әрқашанда to-мен бірге келеді. Өйткені біз going-нан кейін to-ды қоймасақ, онда етістікті бірден қойған ол дұрыс емес болады. Мысалы, I'm going, go, немесе I'm going, see болып қалады. Сол үшін міндетті түрде арасына to қойымыз керек. I'm going to see, I'm going to meet деген секілді. Енді сұраулы сөйлем болатын болса, біздегі to be алдыға кетеді, яғни am, is, are алдыда тұрады. Содан кейін біздің есімдіктер келеді, немесе зат есім, содан кейін going to, сосын verb. Енді бізде әрқашан есімдік болмайды, кейбір кезде зат есім тұруы мүмкін. Ол кезде алдыңғы сол to be сабағын есімізге түсіреміз. Егерге біздің зат есім жекеше түрде болатын болса, ол кезде біз is қолданамыз, ал егер көпше түрде болатын болса, ол кезде біз are қолданамыз. Мысалы, teacher is going to see his students. Немесе, teachers, көп мұғалімдері, teachers are going to meet with their students. Окей. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Future simple, яғни келешек түсінікті болды деген ойдамын. Міндетті түрде үй жұмысын жасаңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Bye!